қозғалма. Мынау қауіпті болуы мүмкін. Қыран қария өзге ғаламшарлық тыңшылар туралы айтқан. Тіпті көзімен көргендер де бар оларда. Мынау сол болып жүрмесін. Сары, сен бер тұрш. Әке, қауіптенетіндей емес. Қараш, қандай жақсы өзі. Мен онымен дос болғым келеді. Аты? Пингвин. Киіндірейін дейді? Мына ми қайнатар ыстықта өзі киініп алғанымен қоймай, бізді киіндірмекші ме? Масқара! Ей, қал. Киіндірейін деген жоқ. Кімді жеймін дейді. Ойбай, жанына жақындамаңдар. Сіздер не айтып кеттіңіздер? Есімі Пингвин екен. К емес, П. Пингвин. Аты солай ма? Қаздар қағыс естейді деген. Бұл өзі не сонда? Құс дейін десең аяғы анау. Жануар дейін десең тұмсығы мынау. Қолына қараңдар. Біздің қанатымызға ұқсайма деймін. Мынандай құс көрсем көзім шықсын. Жануар мынау. Қылқыл бикеш, сен бүгін көзіңді шығара бердің ғой. Қой, сен өйтіп әбәдемі көзіңді айыптай берме. Көзің әдемі, сөзің әдемі, жап-жарық нұрдан жүзің әдемі. Өзінен сұрайық та. Пингвин, айтшы, сен құссың ба? Әлде жануарсың ба? Білмейм. Шыққаным осы ғой, құс шығармын. Не болса да, бұл шіркін құс болса екен. Құс болмаса көргенім түс болса екен. Қази құрдас, осы сенің таңдайыңа сөз біткенмен маңдайыңа көз бітпеген екен. Қарасаңшы, бордақланған қарлығаш қой мынау. Қатырасың құрдас. Ата қоқи қоразы қайдан күшті боп кеткен ей. Бұйырмаған асқа мұрынғанар дегендей тұрысым мынау енді. Олжадан қағылып, қабағым жарылап. Шараш, айнаңды сүртіп қойсаң қайтеді. Бетің қисық болса, айнаға өкпелеме. Ашуыңды менен алатын не жаның бар осы? Мен мұны бұлай қалдырмаймын. Пингвин, су әкеліңдер. Мына балапанның ірсін қараша. Жаңа ғана біз жарып кеткен жұмыртқадан шыққаны анық. Бұрын мұндайды бұл фермадан көрмеппін. Бәсе, неге сонша ауыр деп едім? Әйтпесе қос жұмыртқаны қолтықтап әкеп жүрген жоқ бедім күнде. Пингвин деп жатыр ғой. Біз көрмеген жаңа тұқымы боп тұр не де болса. Жарықты қолыма бір түсерсің. Етіңнен кәуіп, жүніңнен жастық жасарман. Терсінен даңғыра, шегінен домбыра жасап концерт қоям. Айттым ғой сендерге, бұл суық жердің құсы деп. Мұзбен бірге бекер келген жоқ. Міне, енді есін жиды. Қыран ата, сіз мұны қайдан білдіңіз? Балам, жас кезімде сауық құрып ұшпаған жерім, қонбаған тауым жоқ. Бірде Антарктида дейме, бір суық жақтан өттім. Сонда осындай құстарды көргенім бар. Құрысын, ит байласа тұратын жер емес. Үсіп қала жазда бәрең өттім. Енді бұл жылы жерге үйренгенше, оған қамқор болыңдар. Жарайды, мен кетейін. Асықпай қалып, жем жеп кетсеңізші? Жем жердегілерге болмаса, маған азық бола қоймас. Кешкі салқынмен жәйіліп қайтсам бекен, әлде
тоқ басқанша күйіс қайыра тұрайын ба. Су ішсем әлгі жүгері бөртіп, тағы мазам кетеді ау. Қораз ұсап, қимылдау керек еді. Болды, бүгіндікке жетер. Құстарға кешкі жайылым уақытын хабарлайын. Жайылымға шығыңдар! Бір, екі, үш. Шоқи, өйтіп қолмен санауға болмайды. Не болады екен? Ырымшылың қарашы. Ырымдағанша балапандарға жем теріп берсеңші. Ей, сен өйтіп көп сөйлеме. Қорғаушыларың мен, астауларыңда жем. Не армандарың бар осы? Сары, қаз-қаз, сендер тез жүгіресіңдер. Кетіріңдаршы, жетіп алайын. Ойбай-ай, қаршығаға жем болдың ау балапаным. Сары. Қаз-қаз. Жасырыныңдар! Жарайсың, жампозым. Жасасын пингвин! Сен біздің нағыз досымызсың.